Өткен тікелей эфирде мен корей тілінде ән шырқап, вокал мен биді бірдей көрсетіп, көрермендерді таңғалдырдым. Өзімнің орындауым көңілімнен шықты. Тәлімгерлер мен залда отырған көрерменді орындарынан тұрғызып билетіп жібердім. Оларға керемет көңіл күй сыйлағаныма қуаныштымын. Қауіпті аймақта тұрғанда Ақжарқын мен Мединаның біреуі өтер деп, өзімнің өтпейтініме сенімді болдым. 19,4%-бен жартылай финалға өткен қатысушы Найля Бкен! Қатты қуанғаннан жылап жібердім. Менің өнерімді ұнатқан қолдаушыларым кей-попты жақсы көретін балалар деп ойлаймын. Меніңше дәл солар маған дауыс берді. Мен жартылай финалға өттім. Мақтаныш сезімі бойымды кернеп тұр. Енді бұл жолы барымды салуға тырысамын. Барлық өткен кезеңдерде рэп оқып жүрдім. Ал жартылай финалда дауысымды көрсететін ән айтамын. Менің ойымша, көрермен әлі вокалдық мүмкіндіктерімді байқамады. Сондықтан осы жолы өзімді басқа қырымнан көрсетіп, оларды таңғалдырамын. Осы жолы орындайтын әннің мәтінімен жақсы таныспын. Әрі жаныма жақын десем де болады. Кезінде мені құрбыларым мен достарым сатып кеткен кездер болды. Ал әнде бір сатқындық жасаған адам қайтадан сатып кетеді деген жолдар бар. Сондықтан мені сатып кеткен адамдарды кешірмеймін. Сахнада осыны көрерменнің жүрегіне жеткізіп орындағым келеді. Мне кажется, моей аудитории... Менің жанкүйерлерім кей-поп, аниме және рэпті сүйіп тыңдайтын жандар. Сіздердің қолдауларыңызға сенемін. Дорогие зрители, құрметті көрермен, жартылай финалға жету үшін көп еңбектендім. Ал қазір финалға өткім келеді. Сіздер маған қолдау білдіріп, дауыс бересіздер деп үміттенемін. Утром новым разбуди, я не вспомню день и срок, прислонившейся груди, преподал больной урок. Можно годы доверять, но на финишную упасть лицом в свою же грязь. Снова фразы эти слышу, что не виноват. Для тебя была малышкой, для себя солдатом. Даже ночью четко вижу то, что скрывал, вот и все. Это точно финал. Беги, кто предал, тот снова предаст. Беги, решившись на это хоть раз. Беги, зажги за собой все мосты. Беги, дорогу найдем, назад не смотри. И полгода проезжав с изувеченным нутром, стоп себе самой сказав, я покинула твой дом. Ты кричишь мне вслед: постой, только я не оглянусь, я точно не виноват. Милый, снова дыши спину, руки к сердцу тянет. От игры я изменила, кто кого обманет. Чувства больше не причина быть за
Иә, расымен де біздің көрермендердің тарапынан сондай керемет қолдау болып жатыр. Рахмет сіздерге. Тағы да бір қайталап жіберейік. Сосын ары қарай тәлімгерлердің пікірін тыңдаймыз.